Ленивые голубцы, запеканка, жалқа орам жапырақ деп айтуға болады. Тартылған етпен пеште пісірілетін кешкі немесе түскі асқа дайындауға болады. Өте дәмді және әдемі болып шығады. Сіздің көңіліңнен шығатынына сенімдімін. Сіздермен бірге Инка Максовна каналға қош келдіңіз. Барлық керек өнімдерді видеоның астында толық жазып кетемін. Міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сол кезде жаңадан келген видеолардың хабарласын жіберіп алмайсыз. Бізге керек өнімдер тартылған ет және суға піскен күріш. Осының барлығына орам жапырақты ұсақтап турап, оны да қосамыз. Үстінен бір дана жұмыртқа саламыз, котлет жасаймыз. Ол өзінің формасын жоғалтып алмау үшін. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш салып, құрғақ болмау үшін жарты кесе суық су құямыз да, оның барлығын жақсылап қолмен мұжып тұрылып араластырыламыз. Одан кейін жақсылап тұрып, дөңгелектеп мандариннің көлеміндей котлеттер жасаймыз. Осы котлеттерімізді арнайы пеште пісіретін формаға салып, бәрін тізіп шығамыз. Ең бастысы бізге тұздық дайындаймыз. Оған мен жандо стручковая фасоль деп айтады, және қызыл тәтті бұрыш, менде морозилкада қалған қатып тұрған, соны аламыз. Сарымсақты ұсақтап тураймыз. Морковты үлкен үгіштен өткіземіз. Осындай жарты морков немесе бір кішкентай морков алсаңыз болады. Жақсылап өткізгеннен кейін жандомызды да ұсақтап турап аламыз. Тәтті бұрышты да ұсақтап төртбұрышты қылып тураймыз. Табаға өсімдік майын құйып, оны қыздырамыз. Қызған майға сарымсағымызды салып, оның түсі мөлдір болғанша қуырамыз. Артынан дайын болған морковымызды салып, оны да жақсылап жұмсарғанша қуырамыз. Енді осының үстіне біздің тәтті бұрышты және ұсақтап тұрып алған жандо стручковая фасолімізді салып, жақсылап араластырамыз. Көп қуырмаймыз, бір шыжғырып аламыз, себебі ол өзінің түсін және формасын сақтап қалу керек. Артынан дәміне қарай тұз, қара бұрыш және қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Тұздықтың әдемі болып қызарып тұру үшін біз қызанақ томатын саламыз да, оны да жақсылап араластырамыз. Артынан жарты литр су құйып, оның қақпағын жауып 5 минутқа бұқтырамыз. Міне тұздық дайын болды. Енді оның дөңгелектеп жасаған котлеттерін үстіне құйып шығамыз. Одан кейін пешке салып 180 градуста 40 минут бойы пісіреміз. Міне уақыт өткеннен кейін біздің тағамымыз дайын болды. Ол өте дәмді және тез жасалынады. Әсем мерекелік дастарханға ұсынсаңыз болады. Каналға міндетті түрде тіркеліп, менің еңбегімді бағалап кетіңіз. Сіздің пікіріңіз мен үшін өте маңызды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге Инка Максовна.